негізі бақ қонады дейді ғой. Сол бақ қону үшін адам өзінің миын жұпар аңқаған баққа айналдыру керек қой. Сол кезде адам басына бақ қонады. Егер сен өзің миыңды сорға айналдырсаң, іштің өнбейтін, өспейтін, онда ол сорға айналады. Оны алыстан іздеп қажет жоқ. Бағда, сорда адамның өзінің басында тұр. Жалпы сонда қазір қазақтың бағы қалың ба, жоқ әлде соры қалың ба? Бүгінгі қазақтың? Бүгінгі қазақтың қазір кезде бағы толық ашылған жоқ әлі. Өйткені қазақ өзінің әлі бағын баптай алмай жатыр. Өйткені қашан қазақ өз бағының бағбанына айналады, сол кезде бағы ашылады. Тамаша. Егер біз, ал енді сор деген ол ешкім ешқай жақтан не бақты, не сорда кеп бермейді, бәрі өзімізге байланысты. Сонда бағаланғанға бақ қонады деп айтады ғой, негізінен мына адамның басында басқа